Ассалаумағалейкум ағайын. Кеше бір тікелей эфирге шығып бір кітаптар туралы видео жасап көріп едім. Дауысы сәтсіз болды ноутбукпен шыққандықтан. Енді соны бүгін телефонмен қайтадан шығып отырмын. Дауысым жақсылап естіліп тұрған болса, көріп отырған адамдар болса, дауысым естіліп тұрма, соны айтып жүрсеңіздер. Мен бүгін сіздерге осы былтыр көктемде оқыған, жазда оқыған бір-екі кітабымды таныстырып айтқым келіп отыр. Дауыс бар ғой, дауыс бар ма? Дауысым естіліп тұр ма? Дүйсенбінің кешінде демалып отырған болсаңыздар, бір кітаптар туралы бір пікірімді айтсам деп едім. Дауысым естіліп тұр екен, ондай болса. Оқығандарыңыз болса қайтадан еске аласыздар. Оқымаған болсаңыздар, осындай кітап бар екенін сіздердің бір қаперлеріңізге салып қойын деп отырмын. Бірінші айтқым келіп отқан кітап мына кітап. Уолтер Айзексон деген кісінің Бенджамин Франклин деген кітабы. Мына кісіні танитын болсаңыздар, $100 сыртындағы кісі мына Бенджамин Франклин деген. Бұл неге $100 сыртында тұр? Қандай еңбегімен $100 кірді? Бұл жалпы кім болған? Көп адам бұны президент болды деп ойлайды дейді бұл кісі. Негізінде президент болмаған бұл кісі. Бірақ осы Американың Британиядан тәуелсіздік алуына тікелей себепкер болған адамдардың бірі. Қайраткерлер, өздерінің өнертапқыш, сондай мықты кісі болған. Жалпы бұл кітапты білгенде бірінші Уолтер Айзексон деген жазушының Стив Джобс деген кітабын оқыдым. Стив Джобс туралы 700 беттік кітап, мынандай қалың. Соны оқыған кезде осы жазушы туралы білдім де, оның алдында осындай Бенджамин Франклин туралы кітабы бар екенін біліп, содан іздеп тауып алып оққан бір жігіттен алдым. Қалыңдығы мынандай кітап міне. Қазір сіздерге неше бет екенін айтайын. Неше бет екенін айтатын болсам, есте қарап жүрейін сіздерге. 394 бет деп мына жерде 400 бетке жуық кітап, түсіндірмесімен бәрімен қосқан кезде. Бірақ өте қызықты оқылады. Анау Стив Джобсы 700 бет кітап. Оны да бір бастап кетсеңіз, бір 3 аптаның ішінде, бір айдың ішінде аяқтап шығасыз. Енді ақын жазушылардың арасында, жалпы зиялылардың арасында бұндай кітаптарға онша көңіл бөлмейтін сияқты көрінеді. Мен енді осындай кітап оқыдым деп бір адамдардың талдап жатқанын ондайын естіген жоқпын. Қазақша, және де бұл кітаптар қазақша жоқ, амал жоқ, орысшада оқимыз. Ағылшынша білетіндерге жақсы, ағылшынша оқиды олар. Енді мен осы еркін формада әңгімелеп отырмын. Енді ойыма келген, есіме түскен нәрселерді арнайы бір дайындалмай, бір жағы табиғи болсын деп. Бенджамин Франклин деген, біз мысалға қазақтар ол кезде не істеп жүрді дейтін болсақ, мына жерде мысалы жылнамасын қараймыз ғой, бұл кісінің туған уақыты, өмір сүрген уақыты. Ол уақытта біз жоңғармен соғысып, соғыстан көз ашпай жүрген уақытымыз. Олар болса сол кезде журнал ашып, демократия деген мәселені көтеріп, Бенджамин Франклин мысалға Америка ол кезде жан жақтан келгендердің несі ғой, колония. Ал сол кезде бұл алғашқы әскерді құрып Америкада, өзінің штатында алғашқы өрт сөндіру қызметін құрып, сондай жұмыстармен айналысып жүрген. Сол кезде бұларда өркениет қанша жерден колония десеңіз де, Америкада сондай өркениет сол кезде басталып кеткен. Сол кезде алып кеткен қарқын, сол инерциямен олар әлі бізге жеткізбей келе жатыр. Біз болсақ бір қалып қойғаннан қалған үстіне қалып, сол кезде бір кешігіп қалғанымыздың зардабын әлі шегіп келе жатқандай, сондай болып көрінеді осындай кітаптарды оқыған кезде. Енді мәселен 700 жылдар өмір сүрген адам ғой, 706-да туған, 790-да қайтыс болған адам, өзі ұзақ өмір сүрген. Бизнестің дамуы, жаңағындай мемлекеттік құрылымның Америкада қалыптасып жатқаны, ол кезде әлі Британияның колониясы болып тұрған кезде Американың. Бұл кісі сол тәуелсіздік үшін күреседі. Басында тәуелсіздік үшін күресетін ой болмайды бұл адамның негізі. Бұл өзі ағылшын ғой, Британияның чиновнигі. Сол жақтан бір Британияда маған бір қызмет бұйрық балам екен деп дәмеленіп, сол жақтағы үкіметке, корольдікке жағынып жүреді негізінде. Өзінің абыройы бар, жаңағы найзағай тартқыш, жай тартқышты бірінші жасаған адам,
Сонымен Еуропада ғалым ретінде танылып қалған, өзінің абыройы сұмдық сондай адам. Енді бір қызмет болса деп пендешілікпен жүреді ғой сөйтіп. Бірақ үкімет бұны кері қайтарады, бетін қайтарады, ешқандай қызмет бермей қояды. Содан қырсығып, былайша айтқан кезде корольдікке қарсы шығып кетеді. Сөйтіп осындай бір пендеуи нәрселерден ықпал етіп, пендеуи бір факторлар ықпал етіп, былайша айтқанда американың тәуелсіздігін алып кетті деуге де болады. Сондай бір факторлардың жиынтығы деуге де болады енді осы кітапты оқыған кезде. Бұл кезде Жорж Вашингтон қолбасы, ол соғысып жүр. Ал мына кісі бір 80-нен асып кеткен, 80-ге жақындап қалған кезде ол кезде сондай бір ақылшы ретінде, дипломат ретінде қызмет етіп жүреді. Енді Америка тәуелсіздік алу үшін Франциямен одақтасады ғой. Франциямен одақтасып, Франция бітіспес жауы Англияның, Ұлыбританияның. Франция соларға қарсы. Енді Американың қазіргі жерін мына Канада жақтарды француздар жаулап алған. Мына төменгі жағын Ұлыбританияның колониясы болып Ұлыбритания жаулап алған. Сонымен индейстарды екіге бөліп бір-біріне шаптап, сол жақта әртүрлі неміс бар, басқасы бар, әртүрлі діннен қашып келген адамдар ғой, олардың аталары, әкелері діни бір қысым көріп, содан қашып Америкаға барған адамдар. Солар бір-бірімен соғысып жатады. Сол кезде бұлар Америка өзі тәуелсіздік алуға тырысқан кезде Франциямен одақтасады. Сол кезде Францияға елші болып барған адам. Оған дейін істеген істерін көрсеңіздер, енді Гольфстримнің картасын жасаған, мұхиттың үстіндегі. Содан кейін жаңа жай тартқышы бар, кішкентай фонарларға дейін. Көшеде біз қазір қолданып жүрген, көшеде жанып тұратын фонарларды байқасаңыздар, былай қырлы-қырлы болып тұрады, төрт пұшты, жоғары жақтары үлкен. Сонда басында бұлардың кезінде тек қана домалақ болады екен көшедегі шамдар. Ол сынып қалса түгел ауыстыру керек. Ал ана соны ойлап бұл үнемдеу керек деп фонарларды жаңағыдай қырлы істеген бірнеше әйнектен тұрады былай. Сонда біреу сынып қалса, сол әйнекті ғана ауыстырады, бәрін ауыстырудың керегі жоқ. Сол сияқты кішкентай көптеген мына бүйтіп қиқалаңдап былай тербетіліп отыратын кресло бар ғой, соны да осы ойлап тапқан отырған кезде. Енді бір өмірі тыным таппаған, өте өзінің мүмкіндігін барынша пайдаланған сондай адам. Ғалым ретінде де көптеген жаңалықтар ашқан, бірақ ешқашан бұл не болған жоқ дейді. Кімдердің қатарына тұра алмайды дейді, Ньютондардың қатарына тұрмайды дейді. Өйткені бұл теорияға мән бермеген, олардың бәрінің формуласын жазып, ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, оны бір академиялардың алдында қорғап, ондай шаруа істеген адам емес. Бұл сол практик дейді. Керек па, өмірде тұрмысқа қолдануға бола ма, соны ғана істеген. Ал бұлай ешқашан ғылымның соңына олай түспеген. Сөйтіп өз бизнесмен және де баспа печатник дейді, баспагер өзі, баспашы деу керек па, өзінің алғашқы ақшасын сонымен жинаған, баспасы болған. Сол өзі псевдониммен жазу мода болып тұрады ғой, псевдониммен жазып неше түрлі күлкілі нәрселер, қылжақтар жазып, сонымен танылған адам. Мен кітаптың мынандай жеріне келіп жазда кетіп қалған, мына тұрған жерім. Мен оқып жатқан кезде сол алғашқы Британиямен жаңағы бітімдер енді болайын деп жатқан Британиямен соғысып, енді бітімнің белгілері енді келе бастаған. Джефферсон деймін, қателеспесем, нені жазады, тәуелсіздік туралы декларацияны сол кезде сол жазып жатқан. Енді бұл декларацияның авторы деп айтылады ғой, оған әлі жеткен жоқпын. Енді жетейін деп қалдым, енді соңына қарай болатын шығар болса, немесе басқасын көріп жатамыз деген, басқаша болса. Содан кейін қағаз ақшаның енуіне тікелей ықпал еткен адам өмір бойы сол ақшаны тиын ғой, енді өзі ақшаны тиын қылу керек, қағаз ақшаны енгізу керек деп сол көзқараспен жүрген. Енді ол қағаз ақша енді деп келе жатқан. Сол үшін де $100 сыртында тұрған болуы мүмкін. Оған әлі тоқталатын шығар автор. Енді жалпы автор мықты, өте мықты. Бізде енді өмірбаяндық кітаптар көп оқыла қоймайды, автобиографиялар бар, былай біреу туралы біреудің жазған кітап дегендер онша жоқ қой. Енді кімдер Медеу Сәрсекелердің кітабы бар. Шынымды айтсам мен соны оқымаппын, өзі ұяттау кішкене. Бірақ бізде көбінесе ғылымилау болып кететін сияқты. Немесе мынаны оқитын болсақ, мысалға, мына Айзексонның стилі өте керемет стиль. Ол жан-жақты зерттейді, содан кейін оқырманға қызықты қылып беруге тырысады. Бұл өзі Айзексон деген, Уолтер Айзексон деген CNN-ді басқарған, Time журналын басқарған адам. Сондықтан да
енді кәсіби журналист болғанда да кәсіби журналист деуге болады, әлемдік деңгейдегі сондай ақпарат құралдарын басқарған. Сол үшін да мықты ғой. Енді Стив Джобсты негізі Стив Джобсқа дейін Эйнштейн жазған, осы Бенджамин Франклин жазған, сосын Киссинджер ой деймін, бір саясаткерлер ғой американың, соны жазған. Енді жақында Да Винчи туралы кітап шықты. Да Винчи туралы кітабы осы ағылшыншасы енді шығып жатыр. Бізге ол енді бір күні әйтеуір аударма болып орысша келер, сол кезде оқырмыз бұйырса. Ол енді тіпті мықты кітап болу керек. Стив Джобс өзі қалаған, Айзексонға сен мен туралы жазсаң деп. Стив Джобс сөйтіп өтініш жасағаннан кейін барып жазған ол кітап енді тіпті керемет. Ол мына Бенджаминнен кейін жазылған ғой. Бір жағы жазушы өзі тәжірибе жинап алған болуы мүмкін, бір жағы не болуы мүмкін. Стив Джобс осы біздің заманымыздағы адам болғаннан кейін кішкене жеңілдеу болған шығар мүмкін. Енді бұл жерде оқитын болсаңыздар, iPhone қалай шықты, iPhoneға дейін не болды, Стив қандай, өзі өмірде қандай адам, отбасындағы жағдайлар, әке-шешесі, көп нәрсе бар, өте көп нәрсе бар. Мына жерде де тұлғаны тек қана қайраткерлік жағынан емес, өмірдегі істеген ісі жағынан ғана емес, адам ретінде қандай болды, соны да талдайды. Мысалға пенде ретінде, енді кемшіліксіз адам ғой, бәрі пенде ғой. Сол жағынан келіп пендешілігін айтып отырады. Оны бір табалап емес, осылай болды жағдай деп, осындай деп үнемі бір айналып келіп соғып отырады бір өзінің өміріндегі жағдайларға. Енді бұл сөздерін оқитын болсаңыздар, Бенджамин Франклиннің ақылдылығын мына жерде бірнеше сөздерін келтірген. Мысалы біреуін ғана келтіретін болсақ, жұмсайтын ақшаңыз дейді, табатын ақшаңыздан аз болсын дейді. Қанша ақша табасыз? Мысалға, мәселен, айына 120 мың теңге табатын болсаңыз, сіздің айына жұмсайтын ақшаңыз жоқ дегенде, енді 120 мыңнан аз болу керек. Жұмсайтын ақшаңыз аз болсын дейді, табатын ақшаңыздан. Сол барлық ненің кілті сол дейді. Дүние жинаудың деген сияқты. Өзі бай адам, өзі немшіл адам. Енді мықты адам, енді оқитын болсаңыз жан-жақты көрсетіледі. Содан кейін бір қызығы, бұлар сондай уақытта осындай нәрсе істеген болса, біз қазір мүмкіндігіміздің бәрі бола тұра неге ештеңе істемей жүрміз деген сұрақ туады. Енді бұл кітапты бір жағы айтып отырған себебім, өзім осыған ұқсас болғанда, бұған еліктеп, бұны көріп барып жазайын деп жүрген жоқпын. Бірақ бір кісінің өмірбаянын жазып жатырмын қазір. Бір бизнесмен адамның бизнесінің тарихы, өзінің ғана емес, бизнесінің тарихы. Бизнесі қалай құрылды, неден бастады, алғашқы ақшасын қашан тапты, қалай тапты, оған қандай факторлар әсер етті, қандай қиындықтар болды, ол қиындықтарды қалай шешті деген сияқты жазып жатырмын. Сондықтан мен енді бір шынын айтқан кезде, ертең сол кітабым шығатын болса, ол кітап бір тапсырыспен жазылған, сондай кітап екен деп адамдар қабылдайтын сияқты көрінеді кейде. Өйткені бізде мынау сияқты кітап жоқ бізде әзірге. Ал шындап келгенде адам біреу бір нәрсе үйренем десе, біреудің өмірбаяны егер сауатты түрде жазылған болса, ол ғылымдағы адам болсын, ғалым адам болсын, ол кәсіпкер болсын, ол сол өзі сияқты кейін бастап жатқан адамдарға көп пайдасын тигізеді. Өйткені дайын үлгі ғой, қалай қиындықтарды жеңу, қандай қиындықтар болады, жалпы ол не деген сияқты. Енді кейін кезде көркем әдебиеттен гөрі осындай кітаптарды көбірек оқу үшін, шынын айтқан кезде, Тони Шей, Генри Форд, Ли Якоко деген сияқты әртүрлі бір жетістікке жеткен Американың бір адамдар ғой, солардың өзі туралы жазған автобиографиялары, олар туралы жазылған кітаптар, сондайларды көбірек оқып кеттім. Енді екінші кітабым соншалықты бір көркем әдебиеттен алыстап кеткен жоқпын деген сияқты бір емеурінді білдірейін деп мына кітапты қосып жөн көріп отырмын. Жалпы мынандай кітап, бұндай кітаптарды оқу қазір бар ма жоқ па білмеймін. Өзім әңгімелесетін адамдардың арасында осындай нәрселерді көп ести қоймайтын сияқтымын. Мысалға мынау Поль Луис с улицы дегеннің кітабы. Бұл енді жасыл король бір уағалейкумассалам дәке, ассалаумағалейкум деп жазып отыр екен. Еврей жазушысы, өзі не екен, эксперт, экономика бойынша эксперт, халықаралық экономика бойынша ғой деймін.
мынау экономикалық роман деп аталады. Мынау кәдімгі көркем шығарма, проза. Кітабыңыз не істеп тұр дейді. Керісінше көрсетіліп тұр ма сіздерге? Енді ештеңе етпес қарап аласыздар, егер ат жөні керек болса. Мына орысша нұсқасы Минсктен шыққан дейді, Минск қаласынан зеленый король деп шыққан. Мынау Бенджамин Франклин, Уолтер Айзексон. Мына зеленый король деген кітап, бұндай кітаптарды кешеде болса осындай бір ойым болған. Мына кім сияқты кісілер, Камал Смайылов сияқты, Сағат Әшімбаев, Мұхтар Мағауин сияқты сондай кітап көп оқыған, бір интеллектуал адамдар оқыған шығар деймін де осындай кітаптарды. Зиялылардың арасынан шығып, Қадыр Мырзалы сияқты. Қазір біз оқимыз, оқымаймыз ба? Енді мен сол толтырғанда өзімнің көп кітап оқымайтынымды байқадым, көркем шығармадан басқа. Көркем шығарманы өзім қатырып отқаным шамалы. Содан кейін осындай кітаптарға қарай көбірек ауысып кеттім. Ауысқаннан кейін қызық болып кетті. Жалпы мынандай экономикалық роман, мына кітаптың аты. Экономикалық роман деген нәрсе бар-ау, бізде неге жазылмайды ол деп ойланбайтын да сияқты көрініп кетеміз. Кейде алла біледі, мүмкін жазып жатқан адамдар бар шығар бұндай роман дегендей. Енді мен кішігірім азды көпті бір жазғанымыз бар, көркем шығарма. Енді жазатын болсам осындай нәрсе жазғым келеді, қысқасы айттым деп отырғаны. Мына кітапты оқитын болсаңыздар, енді мен бұны Аяз Шабудинов деген ресейлік бір кәсіпкер бар, жас жігіт, менің құрдасым, 91 жылғы. Енді оның істеп тастаған шаруалары көп енді. Өте көп дәрежеге, көп жетістікке жетті бизнесте. Біраз компаниялар ашып тастап жұмыс істеп жатыр. Сол жігіттен сұрайды, ол қандай кітап оқисыз деп. Сол кезде осы кітапты бірінші айтады. Бірінші кітап деп осы кітапты ұсынады ол. Сол үшін осы менде тауып алдым да, осыны бір кітап дүкенінен көрген бетте сатып алып, оның алдында электронный әкеліп қойған, интернетте көшіріп қойған, бірақ оны дұрыс оқи алмадым. Сондықтан сатып алып оқыдым. Енді сатып алғаннан кейін бастап едім, 2 апта оқыдым ба, 20 күн оқыдым ба, білмеймін. Бас алмай оқып шықтым, кіріп кеттім ішіне. Үйден алып шығып бір жерге барсам да барғанша оқимын, аялдамада тұрсам аялдамада тұрып оқимын, автобусқа мініп кетсем автобуста тұрып оқимын дегендей, таңертең тұра салып оқып сөйтіп бітіріп шықтым бұл кітапты. Расында да өте мықты кітап. Екінші дүниежүзілік соғыста әке-шешесі өліп, қарындасы өліп, көзінше көз алдында өлтіріп, фашистер. Содан тірі қалған бір еврей туралы, еврейдің жігіті туралы кітап. Оның енді тіршілікке деген бір құмарлығы, өмірге деген құштарлығы, жігері, қайсарлығы, енді өзінің тектілігі, бір бекзада болмысы өте мықты жазылған. Және де халықаралық бизнес қалай жасалады, жалпы адамның мүмкіндігінің көптігі. Енді бұны мен біздің олигархтар бар ғой, әртүрлі, солар оқыған шығар деп ойлаймын осы кітапты. Жалпы олигархтар осы кітапты оқыды ма деп, оқыған болу керек деп ойлаймын. Өйткені бизнес, мындай үлкен бизнестер қалай жасалатыны осы кітапта көп айтылған. Енді бизнес туралы әркімнің көзқарасы, әркімнің танымы әртүрлі ғой. Шегі дегендей, мысалы, біреу бірдеңе теңге тапқысы келеді, біреу бірдеңе миллион теңге тапқысы келеді. Миллиардтап, долларлап, триллиондап тапқысы келетін адамдар осы кітапты оқу керек негізі. Ол солай да оқуға, солай да бизнес жасауға болады, солай да табуға болады ақшаны. Соншалықты біз ойлап көз алдымызға елестете алмайтын ақшалар туралы айтылады мына жерде. Содан кейін адамның мүмкіндігі жалпы. Адам қаншалықты көп нәрсе істеуге, қаншалықты көп нәрсеге үлгеруі мүмкін. Соны оқығаннан кейін адамның көзқарасы өзгереді. Тағы да жаңағы Бенджамин Франклинді оқығандағындай, осы мен не істеп жүрмін, менің қолымнан не келеді деген сияқты сұрақтар бұл кітапты оқығаннан кейін де пайда болады. Енді алдағы уақытта бірнеше кітаптарды осылай таныстырғым келеді. Қорытындылап қайтадан бір айтып шығатын болсам, бірінші айтқан кітабым мынау, $100 сыртында тұратын Бенджамин Франклин деген кісінің өмірбаяны. Ол кім болды, не үшін $100 сыртында тұр, американдықтар оны не үшін құрметтейді, біз бұған не үшін қайта-қайта қарауымыз керек, түріне дегендей. Ол кім болған? Екіншісі Сурицердің мынандай кітабы, Зеленый король деп орысша шыққан, қазақшасы жоқ бұл кітаптың. Экономикалық роман, көркем шығарма. Бірінші кітап автобиография, яғни деректі кітап болса, екіншісі көркем шығарма.
Енді егер де мен жазатын болсам осындай нәрселер жазғым келеді, және де осындай кітаптарды аударатын баспа жасап шығарғым келеді бұйырса. Қазіргі айналысып жүрген негізгі шаруам осы, бір кітапты жазып жатырмын. Ол ешқандай да бір тапсырыспен жазылып жатқан кітап емес, өзімнің қызығушылығымен, өзімнің ынтаммен жазылып жатқан нәрсе. Интеллектуал адамдар болса, бір мықты оқыған кітаптары болса, айтса, солардың аузынан естіп қалған нәрселерімді, бір кітаптың атын естіп қалсам мысалға, мықты деп, соларды тауып алып сөйтіп жүріп оқып тапқандарым бұлар енді. Сондықтан да бір кісілер не оқимын деп ойланып жүрген болса, солар пайдам тиіп қалар ма деген сияқты ой ғой енді. Бір жағы жаңағы өзім не істеп жүргенді айтып қояйын дегендей. Мына Стив Джобсты оқығаннан кейін оқыдым дедім ғой, мынаны мысалға. Стив Джобсты Ерлан Әшім деген кісіден алып оқығам кітапты. Мынаны жаңа Аяз Шабудинов дегеннен естідім. Ал жалпы кітап туралы айтатын әңгімелер көбейсе екен деп тілеймін. Сіздерге көп рахмет. Тыңдағандарыңызға, қосылғандарыңызға рахмет.